Саламатсыздар ма кітапхана оқырмандары? 15 мамыр халықаралық отбасы күнімен баршаңызды құттықтаймыз. Отбасы мемлекеттің негізгі буыны. Тәрбие отбасынан басталады. Болашақ ұрпақтың еліне, отанына деген сүйіспеншілігі алдымен ата-ананың ықпалымен қалыптасады. Дәулет есіктен, ақыл бесіктен кіреді демекші, білім бесігі мектептен, тәрбие бесігі отбасынан бастау алады. Отбасының екі тірегі әлпештеген әке мен аялаған ана. Ата-анаға үлкенге қызмет етіп, әкенің еңбегін, ананың ақ сүтін өтеу біздің борышымыз. Олай болса, бүгін біз отбасы бақыт мекені атты онлайн мерекелік шараны назарларыңызға ұсынамыз. Отбасы берекелі, тату болу үшін сыйластық, мейірімділік, жанашырлық, бауырмалдық қасиеттер әр адамның жүрегінен орын алуы керек. Отан отбасынан басталады дейді қазақ халқымыз. Елдің, ұлттың, жалпы азаматтың болашағы, даму деңгейі осы отбасынан басталады. Осындай отбасыларымыздың бірі Күзембаевтар мен Үркімбаевтардың атынан ән шашуымызды қабыл алыңыздар.
Халқымыздың аяулы ұлы, зиялы азаматы Бауыржан Момышұлы кезінде жаудан да, даудан да қорықпаған қазақ едім. Енді қорқынышым көбейіп жүр. Балаларын бесікке бөлеген, бесігі жоқ елден қорқан. Дәмді, дәстүрді сыйламайтын баладан қорқан деген екен. Ендеше бүгін біздің қорқынышымыз жоқ. Алдымызда өнегелі, үлгілі, өнерпаз отбасылары бар екендігімізге көзіміз жетіп отыр. Бала тәрбиесі баршамызға ортақ. Өміріміздегі ең маңызды іс болғандықтан бірлесе тәрбиелейік деп кешімізді аяқтаймыз. Сөз сөйлеп, көңілімнің үніменен арнайын қуанышқа бүгін өлең. Баршаңызды арнайы құттықтаймын 15 мамыр отбасы күніменен. Ұл-қызда алға басар қадам болсын, соғыссыз бейбітшілік заман болсын, отанымның тірегі саналатын әрдайым отбасымыз аман болсын.